Дүние жанып жатқан сияқты. Айнала астан кестен. Тілін жалаңдатқан жалын жолындағысын жалмап төніп келеді. Шыр-шыр еткен жанын қайда қоярға білмеген еділ қашайын десе қашалмайды. Қол аяғы икемге көнбей тас болып қатып қалғандай. Айқайлауға тілі құрғыр байланып үнін шығарар емес. Шарасыздықтан көзінен жас сыпты. Ия, ес біліп етек жапқалы байқалмаған, өзге балалардан ғана көрген көз жасы. Өз-өзінен берік ақпын деп ойлайтын. Сөйтсе арна бұзар тасқындайтып тыныш жатып жатып, кезі жеткенде ақтарылып түсер селдей адуын жинаған жарықтық бәр лықсығанда ықты жарды тыңдамай аунақшып ала жөнелгендей. Сөйткенше әлде қайдан бір қол созылды. Кәдімгі адам қолы. Адам болғанда түкті сіңірлі еркектікіне ұқсамайды. Нәп-нәзік, мап-майда, әйелге тән аппақ саусақтар иығына тиіп, үйіріп әкеткендей. «Мама!» деп қалды сол кезде ышқынған қалпында. Жауап қатқан ешкім болмады. «Мама, сен бар екенсің ғой», деді жүрегі ерей, жан дауысы шыға. Қол иесі тағы үндемеді, тек пәледен ала қашқысы келгендей баяулап көтере берді. «Мама! Мама!» Өз даусынан өзі шошып оянған еділ селк етіп, есін жинағанда әлдекімнің жұлқылап тұрғанын байқады. Көзін ашқанда көргені бөлмеде бөтен балалар бар екен. Түсі шұғын жоғалтқысы келмеген жасөспірім одеялын басына тартқан еді, төніп тұрған Сида қара оны жұлып алды. Онымен де қоймады. «Мынауың ес алмастың нағыз өзі ғой», деді шиқылдай күліп. «Мұнда не үшін келдің?» «Үйрету үшін». «Ендеше үйрет». «Құп, Шериф». Сонда ғана санасына әлдене жеткендей болған еділ орнынан атып тұрды да, арқасын қабырғаға берген күйі бөлме ішін сүзіп өтті. Байқады, бөтендердің ұзын қарасы үшеу екен. Бәр өзі тұстастар. Бір айырмашылығы шаштарын тақырлап алғызған және алабажақ киінген. Басшылары стол жандағы орындықта отырған 4 бақ болса керек, қалған екеуі соған жалтақтайды. Бөлмелестері бәріне мойын сұнғандай салбырап кеткен бастарын көтерер шама таппаған. Келімсектердің құзырына ерте бағынған сыңайлары байқалады. Әуелгі сөзде Шериф атанған 4 бақ алды. «Байқаймын, өзің тым асаусың ғой», деді ол мысқылдағандай мырс етіп. «Болсақ болармыз». 4 бақ жымиды. «Солай де». Қысқа қайырым келте кесілді. Шериф Сида қараға ым қаққанда әріптесі түсінгендей басын сәл иіп, төрге қарай беттегенде, еділ де төбелеске ыңғайланғандай тас түйін бекінісін жариялап үлгерді. Айқас ұзаққа созылмады. Сида қара қоқиланған күйі қарсыласын басып жаншып тастауға ұмтылғанда, еділ өзіне ғана тән тәсілмен сәл солға ойысып, шықшытты көздей оң қолын әнтек сілтегенде, анау кескен теректей сұлап түсті. Бір қызығы, жақтастары құлағанда қалған екеуі өре түрегелген жоқ. Шериф езу тартқандай кейіппен еділдің жеңісін құптағандай бір екі рет алақан соқты. Содан кейін созалаңдай орнынан тұра берген Сида қараға соңымнан ер дегендей белгі жасап сыртқа шыға жөнелді. Бөлмелестер таң тамаша. Мұрынын қорс-қорс тартқан Башанның көзі жыпылық-жыпылық етеді. Соған қарағанда тәжекенің оп-оңай шешілгеніне сенбейтін сияқты. «Күдігі бар ма? 5-10 теңгемізді беріп құтылғанымыз жөн еді», дейді міңгірлеп. «Ақшаң көп болса ертең де беруге үлгерерсің, ал қазір дем алайық». Жарық сөнген соң еділ ұйықтай алсашы. Дөңбекшіп оңға да аунады, солға да төңкерілді, бәрібір көзін іліндірер амал таппады. Ері жөнелсең елпілдетіп тауға да соқтырар, тасқа да тақым қашар, ой қаумалап, әлем тәпірік әурешілдіктің әуселесін ашып қойғандай. Соның соңында сенделер сана сәулеленіп шамырқаныс шақырған сыңайы бар. Ия қылп етсе қынын қарықтырар қанжар тірліктің қақпақылынан қашқан адамзат өмір бойы селеңгір сылтаудың сыңсымасын сапырып келеді. Сәл шалт қимылдаса өтіріктің өзегін өкіректетіп сылтауға соқпақ салуға құмар. Өзін-өзі арашалаудың соңында алаупе болып жүргендер кешеде болған, бүгін де жетерлік, ертең өршімесе кем емес. Бәрі қарақан басын қаңқудан алып қашқанымен қаңбақ құмырға қарғыбау таққанын ұқпайды да. Сол қарғыбау түбіне жеткенде де түсінерді түсініп, сезерді сезбейтіндері ақиқат. Еділ де дәл осындай тіс сындырар бұламықтың құрбаны. Әкесі кем, шешесі қайда? Білмейді.
Әйтеуір балалар үйінде көзін тырнай ашып, осы үйден жетіліп шыққаны шындық. Ғажабы сонда, қысылғанда немесе қамыққанда түске керер әйел қолы жебеудей ақ жебеп келеді. Бірақ әлгінің түс әлпеті көзге бір ретте шалынған емес. Сондықтан сықпытқа алданар сыйық бала бойынан табыла қоймаған. Ол үшін еркек те, әйел ғана. Бәрінің шашы ұзында, ақылы қысқа болса, екіншісінің шалбары болғанымен шамасы шағын пенде. Ал пенделердің түптің түбінде перғауынға айналуы мүмкін емес жағдай. Бірақ дәл осылай екен деп тіршілік доңғалаға айналуын доғарған ба? Доғармаған, өйткені оның өз бағынышты заңдылығы бар. Уақыттың құлы. Бар уақыт жұлысқанды жұлыстырып, шығысқанды шығыстырып, ақыр соңында бәрін жұтып қойғанымен тойымсыз қалпында бүлкілдей белден бел асып барады. Ол енді айқайламақ тұрмақ таланың айырылса да мойын бұрмайды. Соңында ойран қалды ма, өрт құлашын жайды ма, бәрібір. Өйткені өткен шақты тарих қатпарынан ғана іздеуге мұрсатың бар. Ал мұрсаттың мұратқа мұрындық болмайтыны тағы аян дүние. Балалар үйінде жазылмаған дегенмен жауырды жаба тоқыған заң қалыптасқан. Онда мама деген сөздің айтылу дәрежесі мен естілу деңгейі солғындықтың сартабын байқатып тұрады. Айтқанда, естігенде, еселік шалғандай елең құлан болатыны содан. Біреуі екпіндеттім дегенмен еңкіштеніп, екіншісі еліктім дегенмен ербейіп қала беретіні алмағайып шақтың қоңсы қонуынан. Ендеше қоңсының қоңырсыққа алаңдауы мен елеңдеуі екі бөлек қасиет екенін екшеудің еш қиындығы жоқ. Сөйтсе де бұл атаудан жүрегі шым етпейтін бала жоқтың қасы. Бәрінен екіншісі қызғанып, ештен тынғандар бәрін-бері түтіп жіберуге әр кезде дайын. Әлі есінде, жасы оңға аяқ басқанда орталарына дудар бас, секпіл бет сары бала пайда болды. Тым тарпаң, тым мазасыз еді. Тамақ ішіп отырып та ұнамаса тарелкасын төңкеріп тастайды, не басқа біреудің бетіне жеп отырған нанын лақтырып жіберуден тайынбайды. Осы мінезінен шығар, топтағы өзге балалар өзінен жасқанып жүруді әдетке айналдыра бастады. Бірде сол сары, қайдан үйренгені белгісіз. Менің мамам бар, сендерде жоқ. Деп қалсын. Бос көңіл біреулер бұған кемсеңдей бастаған. Еді шыдамады. Мамаң болса, мұнда неғып жүрсің? Деді шамырқанып. Ол ертең келеді. Жұмыстан. Қолы тимеген шығар. Өтірік. Мен өтірік айтпаймын. Сенің мамаң жаман адам. Ол енді ешқашан келмейді. Келет дедім, келет. Секпіл бет алдында тұрған тұз салынған сауытқа қолын жүгірткенде Еділ одан бұрын қимылдап қолындағы қасықпен қарсыласын басқа соқты. Бір емес, бірнеше ұрды. Айызы қанбады. Жан жағындағы басқа балалар шу көтергенде жедел жеткен тәрбиешілер екеуін әрең ажыратып алды. Балалар үйінің тағы үйреткені, өзіңе өзің сен. Күшің жетпейтінге тыраштанба, тырайып қаласың. Ондай жағдайда омырлуың оп-оңай. Омырылғанның орнына келуі қиял дүниесі. Ал қиялға сеңдем дегенше қирап қалдым деу әлде қайда жеңіл. Қызылды жасылды сәулеге тұнған жарық дүниеде, байқағанға қақтығыс көп. Ең бастысы, адам баласы бірінің асқанына екіншісі төзе алмайды. Бірі өрге өрмелесе, балағына жармаса кетуге жақ тұратыны содан. Одан әрі жанталас басталады. Алғашқысы жабысқақтан құтылуға тебінсе, соңғысы ерек жігерін өзіндігін үзіп алуға жұмылдырады. Қолы босай қалса шыңырауға құлап тынатынына мұндайда мән бермейді де. Өйткені санасын көре алмаушылық тұмшалаған. Ол сауды соқыр етіп, есту қабілеті жоғарына саңырау қылуға құмар. Соқырлық пен саңыраулық қатар дамыған қоғамда жаңаға орын сақталмайтыны аян. Жаңа деп отырғаны өскен. Мысалға, қай ересек адам балаға тең дәрежеде қараған. Бұл ешкімнің ойына келмейтін жұмбақ. Сондықтан жастың пекірі қашанда аяқсыз қалуға бейім. Сондағы үлкеннің тындырғаны не? Одыраң жүріспен оспадар күлкі ғана ма? Еділдей жетімдер жер басып жүргенде дәл солай ойламасқа шараң жоқ. Етегіне намаз оқымайтындар бұған, бәлкем, күлер де. Күлсін. Ол оның әлем кері тартпалығын мойындағаны, соқыр мен саңыраулар қатарында өзінің де жүргенін жария еткендіге. Міне, саған аппақ әлемнің айшығы. Балаң түйсік біріне жеткенімен екіншісіне жетпейтін бедерлер осы айшыққа шоғырланған.
Олай болса, оған қарада кереғарлық ұғымын тани бер. Кереғарлықты алысқа бармай-ақ мына бөлмеден де табасың. Бүгінгі Башанның ымырашылдығы бәріне куә. Басқаша жағдайда ол әкесі мен шешесі маңдай терімен тапқан адал ақшаны арамның қолына тигізуге құлшынбас еді. Қадір мен қасиетті қорқақтыққа жеңдірмей, керісінше жігерін жанып, жалынын жағып өре түрегелген боларды. Амал қанша тайғанақтық тағынан құлатқанда тайқып шыққан көкпар көңіл күйрегін жайып күтірлеп қоя берді. Сонысымен де әлсіздің күшті алдындағы басыбайлығын, күште тұрғанда әлсіздіктің де жүретінін дәлелдеп үлгерді. Бірте-бірте өшпенділіктің оты тұтанғанын сезді, едәл. Шериф ол сияқты мыңдаған оңы мен солы келіскен жандарға деген ыза бойына сіңіп, қалш-қалш еткен, денені одан әрі шерші қатқызып жібергендей. Тоғышарлар, деді жасөспірім тіс арасынан сыздықтата. Шамасының бар келгені сол ғана. Өз-өзімен арпалысу үстінде кеш ұйықтағанымен әдеттенген мезгілде оянған еділ көрпе астынан шығуға асыға қоймады. Дел-сал денесі әлі де жата тұруға тартып дамылға шақырғандай. Көзіне ұйқы тығылып, тұңғиыққа сүңгіп кетуге ынтығады. Ол осы күйде біршама бөгелді. Бар уыс болып бүрісіп басын қымтап алды. Жата берсе. Тіпті дәл бүгін тұрмаса. Сонда қым-қуат тірлік шырмауы өз-өзінен ақтылып, бостандық әлемі қанатын жайып шыға келетіндей. Ой-сана бостандығы, жадағай тіршілік қамытын түсірген қаймана бостандық. Дүние тынысын сезбесе, қам-қарекет қамын түйсенбесе. Өліп-өшер өлермендік дәл осы арада алымын алып, адуынын басар етте, бипаздық салтанат құрары сөзсізді. Ондайға жеткен бар, жетпеген бар. Бірақ жеткенді көрген емес, ал жетпегендер жыртылып айырылады. Күнделікті кездесуге жазған пенделер соңғы пайым соңында салпақтағандар. Соның бәрі өзі. 17 жаста. Дегенмен сол 17 жылдың одыраңын көзбен көріп, көңілге түйген тіршілік иесі. Үстірт қарасан қиындықтың қыл көпірін онша сезінбеген де сияқты. Сөйтсе де жүрек түбіне байланған шешуі жоқ, жұмбақ түйін адымды аштырмайды-ау, аштырмайды. Шемен болып қатып қалғандай. Ермек тұрмақ, тоңның бетін жібетпей тоң торшатқан пәлекет бәтуәсіздіктің ызғарын жаймалап, беттен қаға береді. Осыдан ыққан түйсік ықты жарын жиып төменшіктеуге жақ. Неге өйтеді? Білмейді. Бәлкім, іші сезірде. Әйткенмен жариялауға болмайтын бір жаңғырықтың бұғып жатқаны айдан анық. Күндердің күнінде оның да орын табуы мүмкін құбылыс. Сонда бәрін ақтарып тастайтыны хақ. Оғандағы уақыт керек, оған дейін қауқар бер. Қайраққа жаныған асыл темірдей көз қарықтыру, әрине, екенің бірінің қолынан келмес. Сөйтсе де қадалғанды қақ айырып кезенгенді қаққа бөлу үшін де жігер кереген. Ол үшін өзіңді өзің шарыққа сал. Түрпедей тигеннен кірпедей жиырылма, керісінше кірікте қиып түсуге әдет ал. Мұны әуелгі айтқан Серік Байшал. Сол қарт адамның пайымына имандай сенсе, шал парқын түсіну үшін әлі шарқыратына ақиқат. Серік Бай жарбиған кәдімгі пенде болатын. Ешкімнен айырмасы шамалы. Күзетші бір ізбен жұмысына келеді, бір ізбен қайтады. Біреуге дауыс көтергенін, әлдекімге ғайбат сөйлегенін естіген адам жоқтың қасы. Қашан көрсең өзімен өзі болып жүргені. Аралайды ауланы. Қуыс-қуысты адақтайды, орынсыз жатқан дүниені орнына жеткізеді, сосын арнаулы бөлмесіне кіріп алып, газет қарайды. Жұмысқа әр шыққандағы әдеті осы. Бала мен баба ойда жоқта танысты. Ора шолақтықтан оймақтайға сүреніп, тізесін жаралап алған баланы секең дәрігерге ала жүгірмеді, бөлмесіне жеткізіп, о жер, ханым. Еті ауырып қалған, ештеңе етпейді деді де, сәкеде тұрған йоттан жағып, жараны дәкемен байлап тастады. Онымен де тұрмады. Алмағайыптың арашашысы өзіңсің. Бір жаратқанның барына сен, содан кейін өзіңе ғана жүгін. Шеттен көмек күтсең кешігесің, ол уақытында жетпесе өшігесің, сөйтіп өндіршектіктің есігін ашып аласың. Бар пәле содан деп және бір қайырып қойды. Әй, өйт, бүйттің неше атасын естіп жүрген бала шал жұмбағын санасына жеткізе алмай көзін жыпылықтатты. Кейіннен томпаңдап соңынан қалмайтынды шығарды. Секең де періште жан ғой, ермек тапқанына мәз. Ерінбей жалықпай еділмен сырласады.
Кәдімгі тұстасындай ішіндегі барлы жоғын ақтарып тастап, айдың күннің аманында жау бетін қайырғандай ақылап отырғаны. Кей-кейде кемпірі келеді алқынып болдырып. Ондайда құнжың қаққан қарт түрленіп кетеді. Бәйбішесіне қыр көрсеткендей төбеді дейсің не түрлі оқиғаларды. Түрлентіп айтқанда, еділ түгілі еңкіш тартқан кемпірде аузын ашып тыңдайды. Әр ақтарғаннан тоқыр сана табылса, сөздің мәйегі, ойдың тұнығы қотарылады. Тек түйсін, тек қабылдай бел. Сөзіне салсаң секеңнің көргені көп, түйгені мол. Белгісіз соғыстың бел ортасында да жүрген. Канцлагер немістердің ылаңы сындырмаған. Ендеше жаратқан адамды жаратқанда не түрлі сынақты ойлап қойған. Одан сүрінбей шыққандар ғана адам деген атқа лайық. Мойыдың ба, пендесің. Ал пенделікті еншілегендер періште көңілді переге жығып беруге әуес. Олардың діттегені тіршілікті жын ойнаққа айналдыру. Әлің жетсе, дәл осыған қалған бол. Сонда жұмақ пен тозақ арасы алшақтап, ақ пен қараның ортасына сына қағылады. Ғажабы да сол, бәрін айтатын аңқылдаған шал өз кіндігінен шыққан баласы тұрғысында жақ ашпай өтті. Олардың бары да, жоғы да беймәлім қалуының сыры осында. Мұндаға кемпір баг ұста аттап басқан емес. Қыңқыл шыққанда қыңырлай берер кейуана қоңыр әуеннің киесінен қорыққандай күрсінісін жиілетіп күйбеңдейді де қалады. Дүниеден озғанда екеуін жерлеген балалар үйінің адамдары. Жоқтан бар жасаған ұжым соңғы парызын өтеген соң оларды ұмытты десе де болғандай. Қазір секеңде ауызғалар бір пенде табылмайтыны ақиқат. Қарт тек еділ көңілінде өшпеген. Шөкімдейге шоқыдай мән беріп, түймедейге түйедей леп салу, серікбай шал тәлімінің таралғысы. Әйтпесе, басқаша жағдайда өзге талғамның өндіріне жабысуы мүмкінді. Қаталдықтың қабырғасын қақыратып, қаралықтың қайысын шандуға шақталған. Балалар үймен қоңсы қонған спорттық ғимарат барды. Қоршалған тас дуалдың тесігінен өтсең әлгенің есігіне бетпе-бет келесің. Бәрде қызығушылық жеңіп, сонда барсын. Ешкімнен сұранбай, не айтпай ұры тесіктен шығып кеткен. Сәл ашық қақпа саңылауынан сығаласа алқын-жұлқын қимылдағандар ырс-ырс етіп, төбеге ілінген қапшықты ұрғылап жатыр екен. Соққылары күрзе, жиырылып созылған бұлшық еттер керемет. Әлде балаға солай көрінді ме, әйтеуір, мұнда бірыңғай Шварценеггерлер бас қосқандай әсерге бөленгені даусыз. Тер шалған денелер күн сәулесіне шағылысып жылт-жылт етеді. Ұзақ қарады. Осы уақыт аралығында аузын ашқан күйі орнынан тапжылмады десе де болғандай. Арада қанша өткені белгісіз, әлдекімнің. Балақан, не, ұнай ма? Деген даусынан селк еткен еділ сұрақ берушінің кім екенін айырмастан басын изеді. Онда неге саңлаудан сығалайсың, ішке өтпейсің бе? Өтті. Келең шиыршық атқандар мән беретін емес. Күшіңде байқап көргің келеме? Қандай жауап қайрарын белмей абдыраған балаға бейтаныстың өзі көмек қолын созды. Жегет адамға жігерлілік қана жарасқан. Мә, мына қолғапты кейде, біраз төмпеште, қарымыңды байқайық. Имене тұрып сұнғанды алды. Батылсыздау басы баспалы қапшыққа жақындады. Одан әрі не істерге белмей абдырап қалғанында демеуші тағы дем берді. Кәне енді бір қимылдап бер. Қапты бұлш еткізді. Мына сұмдықты қараңыз, өзгелер ойнақшытып жіберетін пәлекетіміз бағар емес. Намыстанып қайта ұрды. Сәл тербелген сияқты. Еділді ашу кернеді. Ол енді шындап төмпештей бастады. Қолын әр сілтегенде тістеніп алады. Еріні ауырғандай. Бірақ оған мән берер бала байқалмайды. Көзіне тер құйылған күйі біраз қимылдады. Аңың-аңықтың үстінде аңғарғаны, ұрғанның үстіне ұра түссең іш босайды екен. Ыза адырап әлденеге арналған өштік өндіршектеген үзе, өмілдірген жиған секілді. Ғаламаты да сонда, салмақсызданған дене жеп-жеңіл. Қайта туғандайсың. Тоқтатқан тағы бейтаныс. Болды, бүгінге осы да жетет деді ол арқасынан қағып. Батпандай қолғапты шешпей сәл бүгілді. Ұнай ма? Деп сұрады спорттық киім киген жан. Бала қандай жауап қайрарын белмей көзін жыпылықтатқан еді, демеп жіберген тағы сол. Ұнаса келіп тұр. Жарайды. Бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін аңғармаған еділ қызарақтай қалғанда үлкен кесі жымиды.
Айналайын, біздің есігіміз келем деушілерге әрқашан ашық. Тек ынта болсын, пейілге жүгін. Рахмет. Бойы үйрене бастағандықтан ба, жауаптасудан енді қашпады. Тұрағың қайда, әнешек? Мерім, үйінемін. Көрші екенбіз ғой. Онда тіптен жақсы, алыстан ат артпайсың. Атың кем? Дәл. Ал мен Жеңіспек деген ағаң боламын. Осында жаттықтырушымын. Қаласаң тәрбиешілеріңе мен айтайын, тек сен жаттығудан қалмайтын бол, жарайма. Жақсы. Жеңіспек ағай сөзінде тұрып, Еділдің бокс секциясына қатысуына тәрбиешілерінен рұқсат алды. Балалар үйінің директоры елге сыйлы азаматтың тілеген шықпай, келіскенін білдірді. Содан бері 5 жылдай уақыт өте шығыпты. Бір шамада қол аяғы шапшағын боқмұрын бүгінде белдей жігет. Кәсіптік мектеп түлегі. Бұл орынға жетелеп әкеліп кіргізгенде Жеңіспек. Ол ерінбей жалықпай қалаға ат ізін салып, сондағы танысы, осы мектептің тәрбие жұмысына жауапты Алтай Қыдырәліұлына жолықты да бар мәселені шып тастады. Шапқылап жүріп 3000 теңге стипендия тағайындатқанын бірақ айтпады. Сөйткен Еділ байғұстың жатысы мынау тұрайып. Мұны естісе Жеңіспек ағасы не дер екен? Сенген қойым, сен болсаң күйсегеніңді ұрайын деп шыр түкірер ме, жоқ бармағын тістер ме? Болмас, тұрғаны жөн. Әуп, мезгіл қазанның қарашаға қарай ауған шамасы болса да ауадан ызғар қатты байқалмайды. Қоңыр жаздың шарапаты шығар ағаш жапырақтары сәл бозаң тартқанымен түсін жоғалтпай, бұтақтардан ажырамаған қалпын сақтаған. Берлі жарымды үзілгеннің өзі сарыдан гөрі ашаңдықты алға тартып, әр тұста табан астында жаншылады. Әзірге оны жинап жатқанда ешкім жоқ. Соған қарағанда қала күзінің қауырт қарбаласы әлі алда сияқты. Қарғалардың топтана бастағаны беріде ғана. Ертеңгілік пен кешкілікте қарқ-қарқ етіп әрлі-берлі айналған байғұстар күннің соңғы шапағында сайрандап қалғысы келгендей қала үстін азан-қазан ететте, артынша оңтүстікке қарай жөңкіліп ала жөнеледі. Күндегісі осы. Соңы көрінбейтін ұлы көш қатарын үзбейді. Қайда барып, қайдан пана табатындары беймәлім. Әйтеуір жарық түсісімен думанын қайта жалғастырады. Осыншама қанаттылардың қай қуысқа сыйысып жатқандары жаратқанға ғана аян. Әйтпесе тал түгілі қылтанағы жоқ маңайдан мейірім іздеудің өзі соқырдың шоқалағымен пара-пар дүние екені бесенеден белгілі. Міне, қазірде олар қарқылдауларын күшейтіп кері оралып жатыр. Ұзын қарасы есепсіз. Несібесінен құр қалардай далп-далп етіп әлдеқайда асыққан беттері бар. Күз қабағының ашаңдығына сеніп сыртқа желтең шыққан Еділ айналым соңынан айналым қалдырғанымен терлей алмай, енді босанып келе жатқанында қарғалардың саңғуынан қаймығып спорт залына жеткенде 4 көз түгел жиналып, боксшылар дайындыққа керісіп кетіпті. Өзі де қарап қалмай, көлеңкесімен ұрысты бастай берген еді, жаттықтырушысы иығынан қақты.